Бүгін елордада Хан Шатыр сауда ойын-сауық орталығы алдындағы алаңда кезекті ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтуде. 2 күн бойы Қарағанды облысының тауар өндірушілері елорда тұрғындарына өз өнімдерін ұсынады. Жәрмеңкеде көкөніс, ет және сүт өнімдері, жұмыртқа, сұйық май, бал, сондай-ақ нан, тоқаш өнімдері мен кондитерлік өнімдер ұсынылды. Ұсынылған өнімдер нарық бағасынан 15-20% арзан бағамен сатылуда және тұтынушылардың сұранысына ие. Тауар өндірушілер жалпы сомасы 149,7 миллион теңгені құрайтын 850 тоннаға жуық өнім әкелді. Қарағанды облысының ауыл шаруашылық басқармасының басшысы Бауыржан Исановтың айтуынша, жәрмеңкеде ет және еттен жасалған өнімдер 45 тонна, сүт өнімдері 8 тонна, 300 мыңға жуық жұмыртқа, 230 тоннадай картоп, 160 тонна көкөністер мен бақша дақылдары ұсынылды. Сондай-ақ жәрмеңкеде облыстың әртістері мен шығармашылық ұжымдарының қатысуымен арнайы концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Қарағанды облысы бүгінгі күні өздеріңіз көріп отырғандай ауыл шаруашылық өнімдерін әкелдік. Оның ішінде 45 тонна ет өнімдері, 8 тоннаға жуық сүт өнімдері, 300 мыңға жуық жұмыртқа, сонымен бірге 160 тонна көкөніс, 230 тоннадан астам картоп өнімдері, сонымен бірге өздеріңіз көріп отырғандай мынау біздің ет өнімдері бар, ішінде колбаса, оның ішінде мынау нан өнімдері бар, 30 тоннадан астам. Жәрмеңке өте жақсы, міне басталуы. Қазір Астана халқы енді мынау жаңа орын болғаннан кейін кішкене үйренбей жатқан шығар, бірақ баға бәрі қала халқына біз тиімді деп өзіміз ойлаймыз.